Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақтың тақырыбы транскрипция деп аталады. Жалпы ағылшын тілінде әрбір әріп қазақ пен орыс тіліндегі сияқты бір дыбысқа ие емес. Мысалы, қазақша А әріпі ағылшынша A болып оқылады. Дәл осы секілді ағылшын тілінде барлық әріп екі немесе одан да көп дыбысты білдіреді. Тағы бір мысал келтіретін болсақ, қазақша мысық сөзі cat деп оқылады. Ал қазақша жақсы деген сөз nice болып оқылады. Бұл жерден байқайтынымыз C әрпі екі сөзде екі түрлі болып оқылып тұр. Дәл осы секілді ағылшын тілінде бірнеше ереже бар. Оларға келесі сабақтарда тоқталатын боламын. Сонымен ағылшын тілінде сөздердің транскрипциясы байқағанымыздай екі тік жақшаның арасына жазылады. Жалпы транскрипция дегеніміз осы. Ал енді келесі суретке назар аударайық. Біз бұл жерден транскрипцияда кездесетін символдарды көріп тұрмыз. Ал енді оқып шығайық. Дауыссыз дыбыстардан бастайық. Б, Д, Ф, Ж, Г, Х, К, Л, М, Н, Н, П, Р, С, Т, В, У, Т, И, Ш, С, З, Дж, Ч. Ал енді дауысты дыбыстарға өтейік. А, И, Е, Ә, О. Төменгі жағында байқағанымыздай екі белгі тұр. Біріншісі қос нүкте. Қос нүкте кездескен жерде біз сөзді созып айтамыз. Ал екпіннің белгісі кездессе, сөздің сол буынына екпінді түсіреміз. Бүгінге осы видео ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар.